Так, әріптестер, Render Forest программасында қазір макаптармен жұмыс жасауды үйретейін. Сіздер білесіздер ғой, мына анимация, видеолардың барлығын кіріп жүрсіздер. Мына макапқа кіру үшін, жұмыс жасау үшін былай жасайсыздар. Мысалға, киімге байланысты, бір заттарға ма, товарға ма, больше возможностей тұр ғой, соны басасыздар. Мінекей, көп деген түрлері бар. Әлеуметтік желіге болсын, бір сондай нелеріңіз жасайтын болсаңыз, реклама жасайтын болсаңыз, осы жерден пайдалануға болады. Мынаны басып жіберейін. Презентация, мінекей, осындай үлгіні қалай жасаймыз? Өте түрлері көп. Сондықтан мен мұны кез келген мына жерден баса салайын. Блокнот, әртүрлі варианттары бар. Мен мынаны басайын. Мінекей, қазір сурет, осы суреттің мына бір мұқабасына қазір сурет салынады, көрдіңіз, көгеріп тұр ғой. Осыны басасыз, осы жерін. Загрузить файл деп тұр ғой. Осыны басасыз. Сіздің компьютеріңізде тұрған суретті салуға болады. Так, мына ұлдардың суреті ме? Мысалға бір небір суретін сала берейін. Мына шет жағасында тұр ғой, қара болып, мына астында үстінде сондай болмау керек негізі. Бұны былай мына бір жерді басқанда ма екен? Мына наводим былай. Мынаны басасыз ғой, біріншісіне осылай поширение күшті алынады. Осыны қойып аласыз, немесе регулировка жасайсыз ғой мына жерден. Жаңа мынандай вариант болып тұрды ғой. Осыны мына бір не тұр ғой? Плюс-минус осыған әкелсеңіз былай настройка жасауға болады осылай. Көрдіңіз? Екінші варианты мынаумен қоя саласыз. Наполнять деп. Сосын применить басыңыз. Қазір жүктеліп жатыр. Бұл Instagram, Facebookқа бір жақсы бір жұмыстарыңызды, нәтижесін бір салғыңыз келеді ғой, бір пост жазғыңыз келеді, осындай ерекше осындай нені дайындап алсаңыз болады. Содан кейін скачать басасыз ғой, дайын суретіңізді. Сурет жүктеледі. Мынандай варианттар да бар екен. Макет готов дейді, хорошо. Мына жерін басып, былай мына астына скачать тұр ғой. Қазір жүктеліп жатыр, мына жаққа тексеріп жібереміз. Міне осындай әдемі, күшті, ерекше макап деген осы дайын шаблон тұрады. Просто сіз мұқабаның беткі жақтарына өзіңіз суретіңізді, сондай дайын суреттеріңізді қойып қоясыз. Болды? Осындай мүмкіндіктер бар, пайдаланыңыз.